Таңғасқа осындай жасыл шөптерден шырын жасап ішейін деп отырмын. Бақшамнан алынған алма бар. Жасыл шөптер сатып алынған. Жоспарда бар үйде өсіруге. Бұның ішінде аскөк, ақжелкен, сельдерей және мята бар. Бұл жасыл шөптер көптеген аурулардың алдын алады және көптеген аурулардан айығуға көмектеседі. Соның ішінде рак ауруынан арылуға да көмектеседі екен. Енді осы жасыл шөптерді бір апта бойына ішемін деп жоспар құрып отырмын. Қазір шырынын сығатын боламын, сіздермен бөлісемін. Міне осындай шырын шықты. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.